Әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы бейбіт өмір тамаша. Сабағымыздың мақсаты өлеңдегі негізгі ойды анықтайсың, шығармашылық жұмысты түрлі нұсқада ұсынасың. Балалар, мына суретке қарап әңгімелеңдер. Суретке қарап жер бетіндегі бейбіт өмір туралы әңгімелеңдер. Тыңда, ақ көгершін әнін тыңдап, өзің қосылып айт. Бүгін балалары Оразақын Асқардың «Жұлдыз тойы» деген өлеңмен танысамыз. Оразақын Асқар 1935-2019 жылдар арасында өмір сүрген ақын. Қытайдың шығыс Түркістан өлкесіндегі Іле аймағы Мүкей Қараташ жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорғақ қазақ тіліңді» тағы басқа өлеңдері бар. Енді балалар, оқулығымыздың 41 бетін ашып, «Жұлдыз тойы» өлеңін түсініп, мәнерлеп оқып шығамыз. Жұлдыз тойы. Юрий ашып ғарышты, аймен адам танысты. Мен ұшамын бетке алып, есек қырған Марсты. Шолпан, Уран, Сатурн іздеп келе жатырмын. Меркурий, Нептун, Плутон қарсы алатын батырмын. Табылар бір тіршілік, көреміз деп құлшынып. Сыйға тартам жоқ болса, егіп өзім гүл шыбық. Ғарыш қару қоймаға, айналар деп ойлама. Соғыс емес жұлдыз да, болады тек той ғана. Жақсы балалар, өлеңді мәнерлеп оқып болсақ, талдайық. Табылар бар тіршілік деген кейіпкердің арманын түсіндіріп беріңдер. Ақынның басқа ғаламшарға бару туралы арманы орындалуы мүмкін бе? Енді балалар, дәптермен жұмыс жүргіземіз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 27-сі, сынып жұмысы, тілегіміз бейбіт күн. Осы тақырыпта балалар, дәптерімізге сурет саламыз. Тапсырма. Өлеңдегі негізгі ой қай шумақта айтылған? Оқып бер. Жақсы балалар, тапсырмаларды жақсылап мұқият орындаймыз.